Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Шет ауданының білім бөлімінің Талды жалпы білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі, педагог сарапшы Иманбекова Динара Газизовна. Менің бүгінгі тақырыбым математикалық ребустар 3-ші деңгей. Математикалық ребустар дегеніміз не? Математикалық ребустар бұл сандар, әріптер немесе басқа символдар арқылы берілген есептер, оларды шешу үшін логикалық ойлаумен математикалық білім қажет. Мұндай ребустарда сандар әріптермен ауыстырылады, немесе есептер ерекше шарттармен беріледі. Бірінші тапсырмаға қарап өтейік. Яғни мұнда суретті ребус берілген. Бірінші қатарда суретті ребусте 3 пар аяқ киімнің мәні 30-ға тең болып тұр. Демек 30-ды 3-ке бөлеміз, сонда әр пар аяқ киім 10-ға тең болады. 10 қосу 10, қосу 10 тең 30. Келесі екінші қатардағы 2 баланың қосындысы мен 1 пар аяқ киім қосындысы 20-ға тең. Біз жаңа 1 пар аяқ киімнің мәнін таптық, яғни 20-дан 10-ды азайтамыз. Қалған 10-ды мына 2 балаға бөліп тастаймыз. Сонда әр бала бізде 5-ке тең болады. Үшінші қатарда 4 ребустың қосындысы мен 1 баланың қосындысы 13-ке тең. Біз жаңа баланың санын таптық, бұл тең болды 5-ке. 13-тен 5-ті азайтамыз, тең 8 болады. 8-ді 4 бутербродқа бөліп тастасақ, әр бутерброд 2-ге тең болады. Сонда 8 бен 5-тің қосындысы 13-ке тең болады. Келесі соңғысы суретте, яғни мұнда бізде 1 парақ аяқ киім 10-ға тең болса, бізде мұнда сынар болып тұр. Демек, сынар аяқ киім 5-ке тең. Бала 5-ке тең, 1 бутерброд 2-ге тең болса, бізде 2 бутерброд сонда 4 болады. 4-ке тең болады. 1 пар аяқ киім 10-ға тең. Сонда 5 қосу 10 қосу 4 тең 19-ға тең болады. Мұнда 1 бутерброд 2-ге тең. Біз бірінші көбейту амалын орындап аламыз. 19-ды 2-ге көбейтеміз, оған шыққан сан, яғни 5-ті қосамыз. Сонда бұл суретті ребустың мәні 43-ке тең екен. Келесі тапсырма бізде алтын қосу тұғыр өрнегінің ең үлкен мәнін табыңыз дейді. Біз бұрын бұл сурет ребусты шығармас бұрын алтын қосу тұғыр сөзін біз бағандап жазып аламыз. Мен сіздерге түсінікті болу үшін 0-ден бастап 9-ға дейінгі цифрларды жазып қойдым. Мұнда ең үлкен мәнді тап дегенде біз ең үлкен цифра, яғни бір тамызында 9-ды жазамыз бірінші. Оны жазбас бұрын сөздерге қарап аламыз. Бізде бір әріп 2 рет кездесетін болса, соған ең үлкен мән жазасыз. Мұнда бізде Т 2 рет кездестірғаннан кейін Т-ның орнына біз 9-ды жаздық. Әрі қарай осылай жалғаса береді. А әрпінің орнына 8-ді, Л әрпінің орнына 7-ні, О әрпінің орнына 6-ні, Т әрпінің орнына 9 жаңа жазып өткендей, Қ әрпінің орнына 5-ті, О әрпі 2 рет кездеседі демек 2-4-ті қатарына жазамыз. Н әрпінің орнына 3-ті, Р әрпінің орнына 2-ні, екеуінің орнына ауыстырып жаза беруге болады, оның айырмашылығы жоқ. Енді біз 87.943 саны мен 96.542 сандар шықты. Яғни бұны біз қосамыз. 87.943 пен 96.542-ның қосындысы 184.485-ке тең болады. Сонда алтын қосу тұғыр өрнегінің ең үлкен мәні бізде 184.485-ке тең екен. Келесі тапсырма. 8 бен 5-тің мәні 340-ға тең, 9 бен 4-ті мәні 536-ға тең, 7 мен 2 514 болса, онда 7 мен 5-ті мәні табыңыз. Мұнда біз мұндай заңдылыққа сүйенеміз. Яғни ең бірінші біз 8-ден 5-ті азайтып аламыз, 3-ті жазамыз, 8 бен 5-ті көбейтеміз, 40-ті жазамыз. Яғни мұнда айырманың мәні мен көбейтіндің мәнін біріктіреміз. Сонда осындай мән шығады. Осындай заңдылықпен шығады. Енді әрі қарай бізге 7 мен 5-тің мәнін табу үшін біз мынандай заңдылыққа сүйендік. Яғни бірінші 7-ден 5-ті азайттық 2-ге тең, 7-ні 5-ге көбейттік 35-ке тең. Екеуін айырманың мәні мен көбейтіннің мәнін біріктіргенде 235 шықты. Келесі тапсырма.
7 көбейтілген су тең ауа ребусының шешімінде А қосу У қосу А мәнін табамыз. Яғни әртүрлі әріптер әртүрлі цифрларды, бірдей әріптер бірдей цифрларды білдіреді. Енді 7 көбейту деп жазып аламыз. Су әріптерінің орнына, яғни С әріпінің орнына ең үлкен сан бізде 9-ды қоямыз. У әрпінің орнына 8-ді қоямыз. Сонда 7 мен 98-дің көбейтіндісі 686-ға тең болады. Енді бізде мынандай тапсырма болған. А қосу У қосу А-ның мәнін табу керек. Яғни біз шыққан мәндерді бір-біріне істеміз қосып шығамыз. 6 қосу 8 қосу 6 мәні 20-ға тең болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.